Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін мына екі видеоны қатар көріп, бір сәт ойланып көрейік. Бірі Қытайдағы полиция, екіншісі өз еліміздегі полиция. Айырмашылық жер мен көктей. Мен қатынас сақшысы Нұрталап Айдынбекұлы боламын. Көктем мерекесі кезінде туыс туған дос жарандармен бас қосқанда сөз жоқ арақ ішіп көлік жүргізбеңіздер. Сапарға шығудан бұрын жол жағдайынан алдын ала хабардар болып, ерте жоспар жасап, тұманды күн, қарлы боранды нашар ауа райында жолға шығудан сақтаныңыздар. Қытай полициясы қазақша сөйлейді, калька жоқ, акцент жоқ, таза, анық қазақ тілімен ескерту жасап тұр. Шетелдегі полицей қазақша сөйлегенде іштей мақтанып кететіні бар. Уважаемые жители и гости города Рудного, а также поселка Качар, в связи с ухудшением погодных условий, управление полиции просит всех соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и аккуратным на дороге, а также отказаться от дальних поездок. Ал Қазақстан полициясы в связи с ухудшением погодных условий деп сөйлеп тұр. Ал енді мынау Қазақстан біздің өз жеріміз, өз халқымыз, бірақ полицей в связи с ухудшением погодных условий дейді. Қарасаң тура Ресейдің жаңалығы сияқты. Тілі орысша, мәнері ресейлік. Ал қайда енді біздің мемлекеттік тіл деген ой келеді. Қытайда қазақша сөйлеген полицей бар, ал Қазақстанда қазақша сөйлемейтін полицей бар. Сонда қалай? Кім кімді орыстандырып жатыр? Енді біреу Қазақстанда орыстандыру саясаты болмады деп айтала ма? Тіл елдің айнасы, полиция биліктің бет бейнесі. Егер билік өз тілін сыйламаса, онда кім сыйлайды?